сабағымыз дара және күрделі сын есімдер. Дара сын есімді мен күрделі сын есімді алдыңғы сабақта өткенбіз. Дара сын есім дегеніміз бір сөзден тұрады. Күрделі сын есім дегеніміз екі не одан да көп сөздерден тұрады екен. 5-ші атты мәтінді түсініп оқу дейді. Адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстар ерекшелігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп сүңгуір қайық жасады. Инелік қарап тікұшақ құрастырды. Мәтіне туралы мәтін белгілі бір затты зерттеп және сол арқылы белгілі бір нәрсе жасау. Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін 3 бөліктен тұрады екен. Басы, ортасы, соңы екен. Мәтін түрін анықта, сипаттау мәтін екен. Өйткені белгілі бір нәрсені сипаттап, бір нәрсеге салыстырып жатыр. 6-шы жаттығу. Ойлан, тап. Адамдар мына көліктердің қайсысы қай жануарға қарап ойлап шығарды дейді. Қараңыздар. Ұшақты құсқа қарап, мына жерде бульдозерді мына тышқанға қарап екен. Ал мынау біздің қайықты балыққа қарап. Жоқ. Оны. Кемемізді, қайықты аққуға қарап. Екеуіне ұқсайды екен. Ал тікұшақты инелікке қарап, су асты сүңгуірді балыққа қарап, үстіп жасаған екен. Келесі 7-ші атты өлеңді көшіріп жаз дейді. Ақ орамал жамылған асқар шыңға өрледім. Асқақтата салды қан, айдын көлде тербеліп дейді. Сын есімдердің асынсыз олардың дара күрделі екенін айт дейді. Бұл жерде сын есім ақ, қара екен. Айдын екен. Осылар сын есім екенін қарамен жазған сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Бұл жерде біздің сын есімдеріміздің астын сыздық, сын есімдеріміз дара сын есім екені бірақ сөзден тұр. Ал шыңға, көлге дегенді, міне қараңыздар. Шын деген сөз түбір екен. Ға дегеніміз қосымша. Қосымшаны көлде деген көл түбір, де дегеніміз қосымша екен. Қосымшаның өзі екіге бөлінеді. Жалғау жұрнақ екен, бұл жерде жалғау қосымша екен. Міне. Үстіп бөледі екенсіздер. Шынға, көлге деген сөздерді. Нау түбірі, нау қосымшасы екен. Келесі бізде 8-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз дейді. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын. Ақ боз атқа мініп ап, жұлдыздайын ағамын дейді. Бұл жерде күрделі сын есімнің асынсыз дейді. Күрделі сын есім ақ боз деген екі сөзден тұр. Өлеңдегі ақ боз ат шу аппаратына жата ма дейді. Ақ боз ат деген шу аппаратына жатпайды екен. Ол ақ боз ат деп тұр. Ат дегеніміз мінеміз және шауамыз, ол ұшпайды екен. Ол ат мінетін көлігіміз екен, тек қана шу құралына жатпайды екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар.